Бастауыш мектептегі туризм мектеп оқушыларын салауатты өмір салтына, туған өлкені танып білуге, мектепте алған дене тәрбиесі мен денсаулығын жақсартудағы білімін молайту мақсатында жүргізілетін саяхатшылық сапарлар. Балалар туризмі өлкетанумен тығыз байланысты. Оның мақсаты жаратылыстану ғылымдары саласындағы білімді кеңейту, денсаулықты нығайту, шынықтыру, белсенді демалыстың тиімді нысаны болып табылады. Өмірлік маңызды қасиеттерді дамытады. Мектепке дейінгі білім беруде, мектептерде мемлекеттік білім беру стандартымен бекітілген міндеттердің бірі балалардың физикалық және психикалық денсаулығын, оның ішінде эмоционалды саулығын сақтау және нығайту болып табылады. Балалар туризмі өзін белсенді демалыстың тиімді түрі ретінде көрсетті. Ол аз уақыт жұмсай отырып, денсаулық резервтерін арттыруға, күш, жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіруге, балалар ағзасының функционалдық мүмкіндіктерін кеңейтуге, қозғалыс тәжірибесін байытуға, дене шынықтыру, туризм, өлкетану саласындағы білім көлемін толықтыруға мүмкіндік береді.